Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін бізде екінші сабақты бастайық. Екінші сабақта бізде сеткалар мен негізгі модульдерді өтетін боламыз. Ал енді бірінші біз алдында өттік, не өттік біз алдында? Кнопка жасау, қалай байланыстыру, прототипті өттік. Енді фрейм ашайық. Зал десктоп фрейм ашайық. Десктоп деген бұл менің жаңағы рабочий столының размері 1440 та 1024. Енді тағы да бір фреймдер ашайық. Мысалы iPhone SE алайық. iPhone размері. Одан кейін тағы да мысалы бір не алайық. iPhone 8 алайық. Әр қайсының ширинасы әртүрлі. Яғни ширина дегеніміз несі ұзындығы әртүрлі. Бірақ биіктігі ол ұзара беру мүмкін. Өйткені ол сайттың жаңа адаптивнысына байланысты. Яғни сайт негізі адаптивны болу керек. Ол простой iPhone'дарға да жұмыс жасау керек. 8 плюске де жаңа рабочий столға да бірдей жұмыс атқару керек. Сондай болу керек сайт. Ал енді қараңыздар. Енді біз жұмыс жасаймыз осындай нәрсемен Bootstrap деп аталады. Бұл Bootstrap деген шаблон, яғни CSS-ке арналған стиль жасауға арнайы шаблон. Мысалы, кейбір кезде телефоннан, мысалы, компьютерге өткен кезде, мысалы, сайттар. Сонда сайтты қысқартатын болсақ, кішірейтетін болсақ, размерін не істейді? Көрдіңіздер ме? Адаптивны болады. Ал үлкейген сайын ол, көрдіңіздер ме, қайттан өз орнына келді. Сайт осындай адаптивны болу керек. Сол үшін дизайнда сондай адаптивнысқа қою қажет. Енді оны қою үшін Figma'да керемет нәрсе бар. Мысалы, осы фреймді басып тұрып, нерде layout grade деген бар. Соған бассаңыздар, көрдіңіздер ғой, 10 пиксельмен кішкентай нәрсеге бөліп берді. Мен аны басам. Грейдтің әртүрлі түрі бар. Мысалы, columns деген бар. Колонна бойынша бөледі. 5 колонна бойынша бөліп тұр. Бассаңыздар. Және әр несі 20. Арасы 20 пиксель. Gutter деген средняк, яғни ортасы, кішкентай ортасы сол gutter деп аталады. Енді ол бізде негізгі Bootstrap'та 30 пикселге өзгертейік. Енді тағда мынандай істеуге болады. Rows бен істеуге болады. Rows деген ряд. Рядымен істеуге болады. Енді қараңыздар. Бізге керек колумн ғой. Колумн. Тағы біреуін қосайық. Мысалы, Rows'ты қосайық. Көрдіңіздер ғой? Тура сондай. Гаттердің 30 дейік. Осындай бізде не пайда болды? Grid, яғни сеткалар пайда болды. Енді бізге негізі керегі ол колумн. Енді Bootstrap'та негізінен 12 колонна болады. Енді count деген нешеу 12 колонна болады. Не үшін 12? Өйткені ол 3-ке де 4-ке де бөлінеді. Яғни сіздердің мысалы размерін кішірейткен сайын жаңа астыға түсіп кетті ғой кейбір элементтер. Мысалы, осындай элементке келген кезде ол не істейді? Астыға түсіп кетеді. Қазір немен өзгеріп жатыр? Ол кішкентай размерлермен өзгеріп жатыр. Енді Bootstrap'та ол мынандай кішкентай нәрселер, мынандай сызықтар, ол сіздерде бір колонна болып қалуы мүмкін. Сондықтан 12-ке бөлген дұрыс. Қазір 12-ке не үшін бөлгенін көрсетем, ол 3-ке де 4-ке де бөлінеді. Және 2-ке де бөлінеді. Сондай сан, керемет сан. Бірінші мен енді нерде margin деген нәрсе бар. Мен margin анықтап алайын. Margin дегеніміз негізінен қазір сіздерге мына нәрсені айта кетуді ұмытып кеттім. Негізінен сайт адаптивны болу үшін, мысалы сайт адаптивны болу үшін, сайттың жаңағы ширинасы 1170 болады.
1170 болады. Ол енді солай не үшін деп сұрамай қойыңыздар, ол солай солай құрылған. Ал тура ортасына келу үшін, яғни жаңағы мынаны алып тастасақ, недегі бөліктерін алып тастасақ, бізде ол болады 1140. Осын копировать етейік. Ол болады бізде 1140 болады. Мен қазір осымен бірдей қылу қажет. Енді қараңыздар. Мынау 1140-қа келу үшін жаңа біздің берілген сайтымыз мысалы осындай сызықтардан құралған. Мынау былай ұзара береді. Бірақ біздің десктоптың размерімен бірдей. Енді мына шет жақтары бізде шет жақтары бос болу қажет. Шет жақтары бос болу қажет. Енді сол шет жақтарын бос қылу үшін маржинін есептеймін. Маржин қанша болу керек? Бізде 1440 ол менің десктоптың рабочий столының размері. 1440-тан 1140-ты алса қанша? 300. Енді маржин деген ол не? Маржин деген колонна болса, онда сол жағынан да және оң жағынан да жаңағыдай қысатын нәрсе. Мысалы қараңыздар, маржин мысалы 50 десем, көрдіңіздер ғой? Мына екеуін екі жағынан қысты. Енді бізде 1140 болу үшін 150 болу керек. Яғни 300-ді 2-ге бөлеміз, екі жағынан қысады ғой, 150. 150 болған кезде көрдіңіздер ғой, мынаның размермен бірдей болды. 1140-тың размермен бірдей болды. Ал мына жағы бос болады. Енді не үшін 12 бөлікке бөлінеді? Мынау орта жағында бізде не? Бізде тура ортасы не? Гаттер. Мынау аралары гаттер деп аталады. Середняк немесе басқа тілмен айтқанда. Ал мынау әрқайсысы өзі 68 пиксель болу керек. Әрбір не 68 пиксельден болады, егер есептесеңіздер. Енді не үшін бұлай аталған? Енді қараңыздар. Енді любой бір сайтқа кіріп көрейік. Мысалы, қандай сайт бар? Ал осындай сайт бар, немесе Bootstrap'ın өзіне кірейік. Қараңыздар, Bootstrap'ın өзіне кірсеңіздер, Documentation, Get Bootstrap. Мысалы, Examples'қа кірейік. Вот, міне, өздерінде бар екен. Енді қараңыздар, көрдіңіздер ғой? Мынау үлкен ұзындығы, ол бізде не? 1440, яғни менің ноутбугымның размерімен. Ал мына жағы, мына екі жағы бос, көрдіңіздер ғой? Бұл жақ margin 150 пиксель, ал ортасы жаңа 1140 болады. Енді мынаны көрдіңіздер, 3 неге бөлуге болады. Енді мен бүйтем. Мынаның размерін кішкене кішірейтем. Қазір бізде үлкейіп жатыр ғой. Бұның размерін кішірейтем. Мысалы, осындай размерге кішірейді. Не болады? Көрдіңіздер ғой, қараңыздар. Бәрі бір қатарға келді. А үлкейткен кезде не болды? Бәрі үш қатарда тұрды. Сол үшін бұл адаптивность деп аталады. Адаптивный болу үшін не көрдіңіздер ғой? Мына жерде мысалы мен 4-4-тен бөлдім, енді мына жағдайдан 3-3-тен бөлем. Міне тура осындай 3. Көрдіңіздер ғой? Арасы қазір 30, тура 30. Арасын есептесеңіздер. Енді мынаны қараңыздар, жақсылап қараңыздар осы жерді. Мынау әрбір блок мынау гиттердің ішінде қалмау керек. Яғни ол осымен бірдей болу керек. Даже мынау сыртына қойсақ та, сыртына кетсе де, мынау сызықпен бірдей болу керек. Бұлай болу мүмкін, мысалы. Бұлай болу мүмкін. Ал егер
ненің ішіне кіріп кететін болса, мысалы осылай тұратын болса, онда қате болады. Mesela көрдіңіздер ғой, мынаның арасына өтіп кетті. Немесе былай тұратын болса, ол бізде қате болады. Сондықтан мынау блоктар осылай бірдей размерде болу керек. Енді қараңыздар, тура осындайды iPhone 8-ге салайық. Есептеп. Енді тура есептейтін болсақ, мысалы, не істейміз? Еске түсіреміз. Layout grid. Енді бұл жақта, мысалы, 30 пиксель деп алдық, мысалы, колонмен. 12, не? Және есептейік. Енді бұл жақта көріп отырсыздар, мынау кішкентай болып қалады, егер iPhone 8-ден болатын болса. Онда бізде не істеу керек? Колон саны қанша болу керек? Мысалы 6 десек. 6 десек более-менее нормально. Мысалы мына нәрселер тура осы размер, осы жерге осылай көшетін болады. Қазір. Қараңыздар. Бірінші размер анықталайық. Арасы 30 ғой. Арасы 30. Енді көріңіздер. Мынау нерде уже 4 неге тең. Өйткені бұл нерде 3-ке не келді? Біз оны 2-ке бөлдік, сол кезде нердегі размермен 4-ке тең болады екен. Көрдіңіздер ғой? Нерде не болды? Бірдей болады, Вот осындай жағдай. Сосын мынаның размері 414 болатын болса, биіктігі. Енді 414-ке есептеп көрейік маржинді қанша болады. Ол жақта кішкентай болуы мүмкін, 10 пиксель. Гатырларын 15 пиксель. Яғни, былай қарағанда ол мынағанда әр жерге Bootstrap'тың негізі адаптивнесі сондай. Яғни ол кодта арнайы сіздерде берілетін болады өзінде. Яғни разработчиктің өзі істейтін болады. Ал негізгі нәрсені сіздер осы жерде жасау керексіздер. Негізгі керек нәрселерді осы, яғни сайтты құрастырған кезде осы жерде істеу керексіздер. Ал дальше ол разработчикқа түсінікті болу үшін. Ол нерде 2-2-ден бола ма? Мысалы, ол разработчикқа түсінікті болу қажет. Мысалы, осындай болсаш деген сияқты. Енді әртүрлі нәрселерді көруге болады. Бұл жақтан қандай позицияда тұрады. Енді бұл жаңа блоктар, арнайы блоктар, жаңа нәйлі көрсеттім ғой, осындай блоктар. Енді сіздерге басқа сайтты көрсетейік. Ол 2 неден тұратын сайтты көрсеткен. Кішірейткен кезде көрдіңіздер ғой, бәрі бір жерге келді, бір қатарға келді. Ал үлкейттік, бәрі өз орнына келді. Осындай сайт адаптивді болу үшін, яғни разработчик қате жібермеу үшін дизайнерге осылай жасау қажет. Негізгі өткен нәрсеміз бүгінге осы сеткаларға бөлу, қалай жасалу керек, сол. Енді қандай устройствода, қандай гаджеттерде қалай қолдану керектігін ол кодтың өзінде қалай бөлуге болатын жазуға болады. Рахмет достар, бүгінгі сабақ мен ойымша қиын емес болды деп ойлаймын, түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, келесі сабақта, үшінші сабақта біз негізгі сайттың модульдерін өтетін боламыз. Сау саламатта, рахмет.